Fındардың тойында ән салған қыз. Екінші бөлім. Айтылған мекен жайға барып, продюсермен бірге той әндерін таңдап бірге ән жаздық. Көңіл күйім керемет. Өз әндеріме өзім билеп мәз болып жүрдім. Тойға шақырту түссе өзім хабарласамын деген продюсерден қоңырау күтіп, телефонымды жанымнан бір еле тастамай жүрдім. 3 күннен соң продюсердің өзі хабарласып жатқанын көріп, жүрегім атқылап аузымнан шығып кете жаздады. Сәлем, қуана берсек болады. Алғашқы тапсырыс түсті. Түстен кейін студияға кел, сол жерден тойға бірге барамыз. Жарайды, деп боянып, әрленіп студияға бардым. Маған әдемі көйлек берді. Сәнденіп алып тойға кеттік. Алдын ала жазылған ән қосылып тұрғаны маған онша ұнай қоймады. Өтірік ауыз жыбырлатып тұрғаннан әнді жүрекпен сезініп, бар ынтамен айтып, билеп, терлеп, тепшіп тұрған 1000 есе артығырақ екен. Көпшіліктің алдында қобалжып сөзін ұмытып қалуың мүмкін. Шаршап, ентігіп қаласың, деп жанды дауыста ән айтуға продюсер рұқсат бермеді. Бірте етім үйренді. Солай табыс тауып жүрдім. Продюсер биші қыздар қоссақ керемет боларын айтты. Солай жанымдағы құрбыларым мен 4 қыздан тұратын би тобын құрдық. Бәріміз мәзбіз. Өз ақшамыз қалтамызда. Сөздің шыны керек, кейде биші қыздарымыз тым ерсі ашық-шашық киетіні рас. Бұралаңдап билегендері де жұрт назарын аударады. Ұзын құлақ арқылы әкем бұл жүрісімнен хабардар болыпты. Қоңырау соғып, бар даусымен ұрса жөнелді. Мен сені не үшін жібердім? Тойлап секеңдеп билеп жүрсін деп пе? Әке, маған бұл жұмысым ұнайды. Әрі өзімнің қажетімді өзім тауып жүрсем, бұның несі жаман? Қызым, мені тыңдап ал. Егер бұлай жалғастыратын болсаң, үйге қайтып оқуды да ұмытасың. Мені білесің, ашуым шықса, бәрін қырып жоятынымды. Егер тағы тойға шығар болсаң, менен жақсылық күтпе, деп әкем ашуланды. Мен жарайды әке дегеннен басқа ешқандай амалым қалмады. Сол күннен бастап ән айтуға шықпай қойдым. Продюсерім қайта қоңырау шалып тоқтамауымды сұрады. Ал мен болсам, әкемнің ашуынан қорқып жүрдім. Солай 2 апта өтті. Әр күн сайын қураған гүлге ұқсап жанарым солып, өмірде ешбір қызық қалмағандай беймәлім күйде жүрдім. Телефоныма бөтен нөмірден қайта қоңырау шалып, мазамды алып қояр емес. Тұтқаны көтердім. Арғы жақтан бір әйел маған: "Сәлеметсіз бе? Мен сізді өз тойымда ән айтқаныңызды қалаймын." Мен ән айтуды тоқтаттым, деп тұтқаны қоя бергенде: "Тоқтаңызшы, тұтқаны қоймай тұрыңыз. Мен сіздің қызмет ақыңыздың ақшасын 2 есе төлейін. Ойланып бір хабар айтсаңыз." "Жарайды, өзім хабарласам", деп тұтқаны қойдым. Көп ақша кім-кімді болса да қызықтырары хақ. Бір тойға шыққаннан бірнеше тойдың ақшасын алсам жақсы емес пе? Ойымды тек ақша жаулап алды. Бірден продюсеріме қоңырау шалып, бұл жайлы айтып едім, ол кісі де қуана ұсынысты қабылдады. Әлгі әйелге қоңырау шалып, баратынымды айтып келісім жасадық. Сол күні айтылған мекен жайға жанымдағы биші қыздар, музыкант жігіттер, бәріміз 7 адам болып жолға шықтық. Біз шақырылған үй тым ерсі көрінді. Ауылдың ең шеткі жағында орналасқан ескі құсқы үй. Далада өріп жүрген бір топ адам. Телефон арқылы сөйлескен әлгі әйел алдымыздан шығып күтіп алды. Даусынан сол кісі екенін таныдым. Бізді қос қабатты үйдің бір бөлмесіне алып келді. "Мынау сендердің бөлмелерің. Осында киім ауыстырып, аздап тынығып алыңдар", деді де шаң тозаң басқан өрмекші ұя салып тастаған бөлмеге тастап кетті. 5 қыз, 2 ұл. Бәріміз таңданып, бір жағынан бойымызды үрей билеп алған. Жан жағымызға үрейлене қарап, қандай мекенге келгенімізді түсіне алмай қойдық. Мен
сахнаға шығып ән айта бастадым. Бір сәтте көзім бір адамның аяғына түсті. Соны көріп, есімнен тана жаздадым. Оның аяғы кәдімгі біздіңкіндей емес. Аттың тұяғы ұқсас бірдеңе. Аяқтары жерге тимей тұрды. Осы сәтте алдын ала жазылған музыканың қосылы тұрғаны қандай жақсы болған. Әйтпесе олар менің шыңғырғанымды естуші еді. Жалғасы бар. Тыңдағаныңызға рахмет. Егер де осы әңгіме сізге ұнаған болса, лайк және подписка жасауды ұмытпаңыз. Рахмет.